Құрметті балалар, жаратылыстану пәніне қош келдіңдер. Бөлім жарық деп аталады. Сабақтың тақырыбы табиғи жарық көздері дегеніміз не? Ой салғым келеді сендерге балалар, сабақтың басында. Жарық деген өзі қайдан пайда болады? Және қай кезде қараңғы болады? Жарық адамдарға не үшін қажет? Күннің, айдың, аспанның, арайлып атқан ақ таңның, жасыл қырмен орманның, сылдыр қаққан бұлақтың, таңғажайып бейнесін көріп өсіп келеміз, көмегімен жарықтың. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты жарықтың не үшін қажет екенін білетін боламыз. Табиғи жарық көздерімен танысамыз. Балалар, жарық табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Жарық майда бөлшектер ағыны әрі электромагнитті толқын болып табылады. Жарықты қолмен ұстай алмаймыз, оны тек көре аламыз. Қане, жарық деген сөзді үш тілде айтып көрейікші. Жарық, свет орысшасы, ағылшыншасы light. Жарайсыңдар. Балалар, мұна алдыларыңа шыққан бұл қандай тәсіл еді, естіге түсірейікші. Біз үнемі сабақта қолданушы едік қой. Әрине бұл топтастыру әдісі. Жарық не үшін қажет? Жарықтандыру үшін, қолайлы өмір сүру үшін, қауіпсіздікті сақтау үшін, көңіліңді көтереді, жолымызды көру үшін, сабақ оқу үшін, белгі беру үшін. Сендер осымен келісесіңдер ме, балалар? Әрине, жарық жоқ болса, бізге жұмыс істеу қиындық туғызар еді. Суретте қандай жарық көздері бейнеленген? Бірінші суретте ай, жұлдыздар және күн, найзағай және электр шамы мен май шамы. Біз бұлардан шығатын жарық көздерін қолмен ұстай аламыз ба, балалар? Әрине ұстай алмаймыз. Біз оны тек көзбен көреміз. Ал енді балалар, осы жерде тағы бір түсініктеме беріп өткім келеді. Сен осы жерде көріп тұрған суреттердің барлығын қолдан жасай алады деп ойлайсың ба адамдарды? Әрине қолдан жасайтыны да бар, ал қолдан жасай алмайтыны да бар. Кәне бірінші қолдан жасай алмайтынын айтайықшы. Әрине ол ай, және күн, және найзағай. Демек, адам қолмен жасай алмайтын жарықтарды біз табиғи жарықтар деп атайды екенбіз. Ал енді адамдар қолмен жасайтын жарықтарды, мысал үшін электр шамы және май шамын, оларды біз жасанды жарық көздері деп атайды екенбіз. Демек, балалар, бұдан қандай қорытынды шығарамыз? Жарық екіге бөлінеді екен, табиғи және жасанды. Ойна да ойлан ойынын жүргізейік. Мен сендерге жұмбақ жасырамын, ал сендер ойланып отырып шешуін айтасыңдар. Таң мен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Бұл не? Әрине бұл күн. Қараңғыда жымыңдай жанады, жарық түссе бірден сөніп қалады. Ол не? Әрине ол жұлдыз. Бейнесі суда дірілдейді, қармаққа бірақ ілінбейді. Ол ай. Жарығы күндей таң қалдырар адамды, жалындап күймей, төбеде жанып тұрады. Ол не? Әрине ол электр шамы. Сығырайып қарайды, ала сарып барады, жан жаққа жарық шашады, майы тамшы боп ағады. Ол әрине май шам. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі әдісіміз соңғы сөзді мен айтайын. Демек, мен оқимын, соңғысын сен айтасың. Бүгінгі сабақта не туралы өттік өзі? Дұрыс айтасыңдар. Жарық туралы. Жарық нешеге бөлінеді екен? Екіге. Табиғи және жасанды. Табиғи жарыққа не жатады екен? Күн, ай, жұлдыз, найзағай.
Табиғи жарық көзін қолмен ұстай аламыз ба? Әрине, жоқ. Қараңғыда кітап оқып істіге аламыз ба? Мүмкін емес, өйткені көрінбейді. Келесі балалар, дәптермен жұмыс. Сендердің жаратылыстану дәптерлеріңдегі 49-шы 50-ші беттегі 47-ші 48-ші жұмыс парағын орындайсыңдар. 47-ші жұмыс парағында табиғи жарық көздері дегеніміз не? Негеш пен Эврика жасырған сөздерден табиғи жарық көздерін тауып жаз. Артық суретті қоршап қой. Бірінші суретте күн, найзағай, ай мен жұлдыздар және түйенің суреті тұр. Ал балдар өздерің ойланып көріңдерші, қайсысы артық бұл жерде? Оны өздерің жазасыңдар. Және де әрбір табиғи жарық көзінің сызықтың жанына атын жазып қоямыз. Әдемілеп боясаңдар да болады. 48-ші жұмыс парағында табиғи жарық көздерінің суретін боя. Текше пішінді зат. Сызбада көрсетілген жарық көздерін ата. Текше пішінді заттың үстіңгі бетінде қандай сурет болады? Сұрақ белгісінің орнына сәйкес суреттің нөмірін жаз. Соңғы тапсырмада балалар кішкене ойлануды талап етеді. Мен ойлаймын, сендерге бұл тапсырмалар ешқандай да қиындық туғызбайды деп. Сәттілік тілеймін.